Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ас үйге қажетті өте пайдалы ақпараттардың бірімен бөлісетін боламын. Сондықтан видеоның соңына дейін қараңыздар. Кез келген тағамды пісірген уақытта қажетті ингредиенттердің барлығы граммен, яғни өлшеу қажет болады. Сондықтан егерде ас үйіңізде таразы болмаған жағдайда стаканның болмаса қасықтың көмегімен өлшеп алуға болады. Енді бізге көп қолданылатын ұн, тұз және қанттың мөлшерін қазір жазып қалдыратын боламын. Егерде қандай ингредиент тағы қажет болса, төменде комментарийге қалдырыңыздар. 1 ас қасық қант 25 грамм, шай қасық 8 грамм. Ал осында 200 граммдық стаканмен 250 грамм қант болады екен. Ал тұзға келетін болсақ, 1 ас қасық 30 грамм, шай қасық 10 грамм. Өздеріңізге скриндап алсаңыздар болады. Ал ұнның 1 ас қасық 30 грамм, шай қасық 10 грамм, ал 250 граммдық стаканмен 160 грамм болады. Егер видео пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар.